Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қазіргі таңда хит болып жатқан сметаник пирогтарының рецептімен бөлісетін боламын. Бір қамырдан екі түрлі пирог шығаратын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Өзі өте дәмді, шаймен ішуге таптырмас тәтті пирог. Видеомның соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыздар. Қажетті заттың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, оның үстіне секерімізді, жұмыртқамыздың сарысын салып, араластыратын боламыз. Мен сары майымды осылай ертіп алдым. Сіздер ертпей-ақ бөлме температурасында жасай берсеңіздер болады. Үстіне ұнымызды аз мөлшерде сала отырып, бір келкі қамыр жасайтын боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Осылай дайын болғаннан кейін қамырымызды теңде екі бөлікке бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді осы аралықта салмамызды дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға сметанамызды салып, оның үстіне жұмыртқамыздың екі ағын салып, содан кейін үстіне секерімізді салып, кукурузный крахмал болса соны салсаңыздар болады, болмаса мен сияқты 20 грамм ұн салсаңыздар да болады. Содан кейін үстіне 70-80 граммдай сары майымызды саламыз. Сары май салып қажет емес, мен өзім салғанды жақсы көремін, себебі піскен кезде беті сарғайып әдемі болып тұрады. Барлығын салып болғаннан кейін бір келкетіп араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін үстіне 100 грамм сгущенкамызды салатын боламыз. Енді екінші пирогымызды дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызды қойып, үстіне қант жұмыртқамызды салып, үстіне аз ғана мөлшерде 20 граммдай ұнымызды салып, онда кішкене араластырып жіберіп, үстіне вареный сгущенкамызды салатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Міне біздің екі салмамыз да дайын. Енді жаңағы тоңазытқышта тұрған нанымызды алып, ыдысымызға осылай дәл видеодағыдай етіп жайып салатын боламыз. Қолыңызбен жайсаңыздар да болады, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қалай ыңғайлы солай жасай беріңіздер. Міне нанымызды осылай жасап алғаннан кейін үстіне шанышқымызбен осылай араларын тесіп шығамыз. Сосын салмасын салатын боламыз. Сосын қызып тұрған пеште 180-200 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Салмамыздың ішінде тұрған қара заттарды уайымдамай қойыңыздар. Олар пешке салғанда өзі еріп бір келкі болып пісіп шығады. Міне енді екінші пирогымыздікінде дайындайтын боламыз. Ол да дәл солай. Қолмен жасаңыздар да, оқтаумен жасаңыздар да өзіңіз білесіздер. Дәл осылай жасап алғаннан кейін оның да салмасын салып, қызып тұрған пеште дәл жаңағыдай 180-200 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз.
Міне біздің пирогтарымыз дайын, енді дәміне деген сөз жоқ. Керемет болып пісіп шығады. Жасалу жолы да өте оңай, көп затты қажет етпейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Пирогымыз піскеннен кейін формасынан алмай суығанша күтеміз. Суығаннан кейін тоңазытқышқа салып 1-2 сағатқа дейін салып қоямыз. Сонда керемет болып міне қатып, біркелкі болып шығады. Міне кескен кезде көрініп тұр, араларда жақсы болып піскен. Менің видеом сендерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта да көптеген тағам түрлерінің рецептімен бөлісетін боламын. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.